Алдыңғы сабақта біз инкремент, декремент тақырыбын өткенбіз. Осы сабақта побитовый операторы, биттермен жұмыс жасайтын операторларды өтейік. Бізге ең қызық жері AND мен OR. Осы екеуін түсініп алсаңыздар, қалғандарын өздеріңіз-ақ оқып аласыздар. Жақсы. Енді побитовый оператор. Бит деген не ол? Бит дегеніміз информатикадан өттік, ақпараттың ең ұсақ сақтау өлшем бірлігі. Оған қандай ақпарат түрлері сақталады? 0 және 1. Бит дегеніміз 0 болады мәні, немесе 1 болады. Осы екі ақ мәнін сақтайды. Осы екі ақ мәнін сақтағасын ол екілік жүйе деп айтылады. Біз күнделікті қолданып жүрген сандарымыз ондық жүйе. Ондық жүйе. Өйткені 10 болған сайын бір қайырып отырамыз ғой. Ал екілік жүйе ол басқаша. Соны әрі бері конверттеуді үйренейік. Так. Оны түсіну үшін мен paint ашайын. Мысалға, мына жерге ондық жүйе деп жазайын, сіздерге үйреншікті. Ондық жүйе болсын. Енді мына жерге екілік жүйе болсын. Екілік жүйе болсын. Енді ондық жүйеде бір сандарда жазайық. Ондық жүйеде мысалға 10 деп жазайық. 10 деп жазайық. 10 дегеніміз не деген сөз? 10 дегеніміз шын мәнінде 10-ның бір дәрежесі көбейтілген 1-ге деген сөз. Енді дұрыс қой. 10-ның бір дәрежесі 10, оны 1-ге көбейтеміз 10. Енді мына жерге тағы бір сан жазайын. 15 деп мысалға. 15 деп жазсақ, ол не деген сөз? Мына жерде ол 10-ның көбейтеміз. Дәрежелейміз 1 дәрежесі және оны көбейтеміз 1-ге. Және оған қосамыз нешені? 10-ның 0 дәрежесі көбейтілген 5-ке. Ондық жүйе, екілік жүйе, үштік жүйе, төрттік жүйе, 8-дік жүйе деп айтатқан кезде сіздер түсінулеріңіз керек. Кез келген санды сол сан, жүйе деп айтатқан санның дәрежелерімен өрнектеу деген сөз. 16 деп жазатын болсақ, ол дәл солай. 16 деп жазатын болсақ, оны біз мына жерден көшіріп алсақ болады. 10-ның 1 дәрежесі көбейтілген 1-ге қосамыз. 10-ның 0 дәрежесі көбейтілген 6-ға деген сөз. Тек, әзірге осылай болып тұра тұрсын. Шала түсінікті болатқан шығар, бірінші рет көрген адамға. Так, мен мына жерге 0-дік дәрежесін қосуды ұмытып кетіппін. 10-ның 0 дәрежесі көбейту 0-ге деп жаза салуымыз керек, түсінікті болу үшін. Неге? Өйткені біз мына 1 дәреже дегенді қолданып қалдық па, значит 0-ге дейінгілердің барлығын көрсетіп шығуымыз керек. Ең үлкен қай дәрежелікті қолдандық, содан 0-ге дейін апаруымыз керек. Екі ортада ештеңені қалдырып кетпеу керек. Енді мына 10 деген санды мына жерге әкеліп қояйын. Так, мына жерге 10 деп жазайын. Ол екілік жүйеде қалай өрнектеледі? 10 дегеніміз 2-ның 3 дәрежесі, 2-ның 3 дәрежесі 8 ғой. 8-ге 2-ның 1 дәрежесін қоссақ болады. Қосамыз 2-ның 1 дәрежесі. Демек, ол дегеніміз мына жерде 8 тұрады, мына жерде 2 тұрады. Бірақ, мен жаңа не деп айттым? Егерде біз 2-ның 3 дәрежесі дегенді қолданып қойдық па, демек, оған дейінгілердің барлығында көрсетуіміз керек. 2-ның 2 дәрежесін, 2-ның 1 дәрежесін және 2-ның 0 дәрежесін. Так, 2-ның 3 дәрежесі бізге нешеу керек? Бізге біреу керек. Демек, 1-ге көбейтеміз. Қосамыз. 2-ның 2 дәрежесі деген міндетті түрде жазамыз. Содан кейін барып бізге нешеу керек екенін көрсетеміз. Нешеу керек? Бізге керек емес. Демек, 0 дейміз. Қосамыз. 2-ның 1 дәрежесі деген жазамыз. Нешеу керек? Бізге біреу керек. Оны жазамыз және 2-ның
0 дәрежесі нешеу керек? Керек емес, 0 деп жазамыз. Енді осыны келесі қатарға тағы да өрнектейік. Бізде мынадан не шықты? 2-ның 3 дәрежесін 1-ге көбейткеннен 8 шықты. Дұрыс па? Енді оған қосамыз. 2-ның 2 дәрежесі 4, оны көбейтеміз 0-ге, 0 шықты. Оған мына жерде қосамыз. 2-ның 1 дәрежесі 2, оны 1-ге көбейтеміз, 2 шықты. Оған қосамыз. 2-ның 0 дәрежесін 0-ге көбейтеміз, 0 шықты. Так, мен мына жерде плюс қойдым кетіппін, плюс қойдым кетіппін. Жақсы. Так, енді 8, 0, 2, 0 нәтижесінде 10 шықты. Жақсы, әрі қарай кеттік. 15 деген сан. 15 деген санды мына жерге қойып қояйын. 15 дегеніміз ол нешеге тең? 15 дегеніміз әшейін былай әзірге жаза салайын. 15 дегеніміз оған дейінгі ең үлкен 2-ның дәрежесі неше? 8-ді алсақ болады, 8-ді аламыз. Ар жағында 7 қалады. 7-ге дейінгі 2-ның ең үлкен дәрежесі неше? 4, 3 қалады. 3-ге дейінгінікі 2 және 1. Жақсы. Енді осыны өрнектеп шығамыз. Так, мына жерде тұра тұрсын. Біз ең үлкен 8 дедік қой, жақын. Ол дегеніміз 2-ның 3 дәрежесі. Нешеуі керек? 1-еуі керек. Біз осы жерде нешеуі керек деген кезде 5-еуі керек деп айта алмаймыз. 6-ы керек деп айта алмаймыз. Біз екілік жүйеде жазып жатырмыз ба? Демек, сол 2-ге дейінгі санды ғана айта аламыз. Мысалға, 3-тік жүйеде жазып жатқан болсақ, біз нешеуі керек деген кезде 0, 1, 2. Осы үшеуінің біреуін ғана айта аламыз. Өйткені 3-еуі керек дейтін болсақ, ол уже келесі бір дәреженің 1-еуі керек деген сөз ғой. Мысалға, 2-де 3-тің 2-еуі керек дейтін болсам, 2-де 3-тің 2-еуі керек дейтін болсам, ол 2-де 4-тің 1-еуі керек деген сөз. То есть 2-де 3 дегеніміз 8 ғой, 2-ның 3 дәрежесі 8, 8-ге 8-ді қоссаңыз 16, а 16 дегеніміз 2-ның 4 дәрежесі. Сол нешеуі керек деген кезде қай жүйеде жазып жатырмыз, соған дейінгі сандарды айтамыз. Знаете, демек, екілік жүйеде біз неше деп айта аламыз? 0 деп айта аламыз, немесе 1 деп қана айта аламыз. Жақсы. 2-ның 3 дәрежесі көбейтеміз 1-ге, қосамыз. 2-ның 2 дәрежесі көбейтілген 1-ге, қосамыз. 2-ның 1 дәрежесі көбейтілген 1-ге, қосамыз. 2-ның 0 дәрежесі көбейтілген 1-ге. Так, болды. Так, енді аны алып кішкене жақындатып қояйын қасына. Или оны өшіре салайын, өшіре салайын. Астына орын-орына жақын қылып жазайын. Мына жерден бізден 8 шықты. Мына жерден 4 шықты. Мына жерден 2 шықты. Және мына жерден 1 шықты. Жақсы. 8, 4, 2, 1 қосқан кезде 15 шығады. Енді 16-ға келдік. 16 деген кезде 16 деген кезде ол 2-ның дәрежелерін өрнектейтін болсақ, неше ол? Жаңа айтып қойдым жауабын бірағы. 2-ның 4 дәрежесі ғой. 4 дәрежесі болды. Так. 2-ның 4 дәрежесі көбейту 1-ге. Бұл уже 16-ны беріп тұр. Бірақ біз осылайда тоқтай алмаймыз. 2-ның 4 дәрежесін қолданып қойдық па? Демек 3 дәрежесін, 2 дәрежесін, 1 дәрежесін, 0 дәрежесін. Оларды да көрсетуіміз міндетті түрде. Өрнектеген кезде. Мына жерге қосамыз. 2-ның 3 дәрежесі көбейтілген 0. Так, ашып жіберейін. Қосамыз. 2-ның 2 дәрежесі көбейтілген 0. Қосамыз. 2-ның 1 дәрежесі көбейтілген 0. Және қосамыз. 2-ның 0 дәрежесі көбейтілген 0. Осылай деп жазып шығамыз. Енді браузерді ашып, консолға барсаңыздар болады. Консолда осы сандар тексерейік. Осы сандар тексерейік. 10, 15, 16-ны екілік жүйеге аударып көрейік. Ол үшін x тең 10 дейік. Және x toString деген бар. toString деген функцияны шақырамыз. Жазуға айналдыру деген ғой. Оны әшейін осылай өзін шақырсаңыздар, оның өзі шығады.
бірақ JavaScriptте toString'тің ішіне біз сан беріп жібере аламыз. 2 деп мысалға. 2 деп беріп жіберсек, екілік жүйедегі өрнегін көрсетеді. Мынау 1010 деген сөз емес, 1010 деген сөз. 1010 деген сөз оңнан солға қарай санаймыз. Оңнан солға қарай санаймыз. 2-ның 0 дәрежесі, 1 дәрежесі, 2 дәрежесі, 3 дәрежесі. Мына жерден қарайсыз, 2-ның 0 дәрежесі. Міне, так, мынаны мен тартып қойсам қалай болады? Жылжығысы келмейді, жарайды. Оған уақытын құртпайын. Так, қараңыздар. 2-ның 0 дәрежесі. Аха, енді жылжыды. Так, осылай тұрсын. 2-ның 0 дәрежесі мына жерде тұр, нешеуі керек? 0 керек. Оны көрсеттім. Міне. Так. Міне, мына жерде көрініп тұр. 2-ның 0 дәрежесі нешеуі керек? 0 керек. Одан кейін міне 2-ның 1 дәрежесі нешеуі керек? 1 керек. Одан кейін міне 3-ші тұрған 2-ның 2 дәрежесі нешеуі керек? 0 керек. Одан кейін 2-ның 3 дәрежесі нешеуі керек? 1 керек. Осылай. Өрнектеу деген осы, екілік жүйеде. Ары қарай да солай. X тең 15 дейік, X toString 2 дейік. 1 деп шықты. 2-ның 0 дәрежесі, 1 дәрежесі, 2 дәрежесі, 3 дәрежесі. Барлығын 1-1-1-ден алып шықты. 16-да, X тең 16 десек, X toString дейтін болсақ, міне 1 деді де 0-0-0-0 деді. Ол міне 1-дің 4 дәрежесін алып қойды, 1 деп. Бірақ ол 4-ші дәрежесін алып тұрғанын қайдан білесіз? Артынан 0-лерді тіркеу арқылы көрсетесіз. 0-ші, 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші дәреже керек. Мынадан 1-ге кетті, мыналардың қалғандары 0. Жақсы, екілік жүйе дегеніміз осы. Енді побитовый операторлар жаңағы n және немесе дегенді өтейік. Мына жердегі n деген. Ол амперсантпен көрсетіледі. Мынау және деген, n деген, бала кезімізде ең бірінші Том и Джерриден көрдік қой осыны. n деген бұл қалай жұмыс жасайды көрсетейік. Оны түсіну үшін жаңағы сандарды қолданып көрейік. 10 және 15 десек 10 шығады. Ол не деген сөз? 10-ды өрнектеп көреді. Так, 10-ды өрнектеген кезде қандай не өрнек шықты ана жерден? 1, 0, 1, 0 шықты, бүйтіп. Так, төмен түсірейін. 1, 0, 1, 0 деп шықты. Сосын 15 жазған кезде 1, 1, 1, 1 деп шықты. 1, 1, 1, 1 деп шықты. Енді n деген, амперсант, бұл екі жақта да бар бірлерді жинап алып шығады. Мысалға 0 мен 1 ол 0 береді. 1 мен 1, екі жағында да 1 болса 1 береді. 0 мен 1 қайттан 0 береді, 1 мен 1 1 береді. Ал мынау дегеніміз 10. Так, түсініктірек болу үшін тағы да мысал қарап көрейік. Так, нешелерді алсақ болады? 10 мен алайық, 16-ны алайық. 0 шықты. Неге олай шықты? Так, аны өшіре салайын. Неге олай шықты? 10 дегеніміз неше болды бізде? 1, 0, 1, 0 болды. Дұрыс па? 16 деген неше болды? Ол бізде 1 артында 4 0 бар. 0, 0, 0, 0. Егер осыны n мен есептейтін болсақ, мына жерде 0-лер болғасын, жоғар жақталарын барлығы қосылған кезде бәрібір 0 береді. Әйтеуір бір жағында 0 болып қалса бітті, 0 береді. Екінші жағында бар болса ғана не береді? 1 береді. Екеуі де 1 болса ғана. Так, мына жерде ештеңе жоқ. Демек 0 деп ойлаймыз. 0 мен 1 олдан 0 береді. Сөйтіп 10 мен 16 ешқандай қиылысатын, екі жағында да бірдей 1 болып тұратын жері жоқ. Сол себепті 0-ді береді. Так, енді 10 мен 11 болса неше болады екен? Так, дұрыс емес. Басқа мысал көрейік.
10 мен 9 дейік. 10 мен 9-ды көрейік, қызық екен. 10 мен 9-ды көрейік. Так, 10 мен 9-ды көрейік. Так, 10 дегеніміз 1, 0, 1, 0. 9 дегеніміз неше? 9 дегеніміз 2-ның 3 дәрежесі қосылған 2-ның 0 дәрежесі. Так, мына жетпейтін орынды 0 мен толтырамыз. Екі жағында да 1 болса ғана түсіреміз. Так, мен қателесіп кеткен сияқтымын. 8. Неден қателестім? 9. Мен 1-ді мына жерге қойып қойыппын ғой, бәсе. Так, мына жерде 0 болады, мына жерде 1 болады. Так. Мынаны өшіріп жіберу керек болды. Өшіріп жіберейін. Мына жерде 1 болады, мына жерде 0 болады. 2-ның 3 дәрежесі қосылған 2-ның 0 дәрежесі. Сәл қателесіп кеттім, айып етпеңіздер. Так, мына жерде 0, мына жерде 0, 0, 1 болады. 2-ның 3 дәрежесі. Демек, 10 мен 9-ды арасына n-ді қойсақ, 8 шығады. Жақсы, енді осылардың орнынан біз немесе OR деген операторды қолданайық. 10 немесе айтқаным дұрыс емес сияқтыды. 15-ті көрсек, 15 шығады. Неге? Өшіреміз. 10 дегеніміз не еді? 2-ның 3 дәрежесі қосылған 2-ның 1 дәрежесі. Осылай ғой? 15 дегеніміз бұлай. Бағана біз амперсант қойған кезде екі жағында да 1 болса ғана алып өтті да. Ал енді орды қоятын болсақ, таяқша ғой. Екеуінің біреуінде болсын 1 болса бітті, демек 1-ді ала береді деген сөз. Мысалға 0 мен 1 ол 1 береді. Әйтеуір бір жағында 1 болса бітті. 1 мен 1 әрине ол да 1 береді. Мынау да 1 береді, мынау да 1 береді. Сөйтіп 15 шықты. Так, енді 10 мен 16-ны көрейік. Так, мынаны алып тастайын. Так, мына жері тұра берсін. 10 мен 16-ны көрейік. 26 шықты. Неге 10 мен 16-дан 26 шығып кетті? Ол үшін 10-ды мына жерге жазып қойдық. Енді 16-ны жазайық. 16 дегеніміз мына жерде 2-ның 4 дәрежесі керек. Және қалғандардың барлығы 0 болады. Жетпейтін жерде 0 мен толтырып жібереміз. Так, енді екеуінің бір жағында бітті 1 болса, 1 деп ала береміз. 0 мен 0 болса ғана 0 шығады. Так, 0 мен 0, 0 береді. Мына жерде 1 бар, 1 береді. Ешқандай 1 жоқ. 1 бар, мына жерде де 1 бар. Енді бұл не деген білдіреді? Бұл дегеніміз 2-ның мынау 4 дәрежесі. 2-ның 4 дәрежесі, мынау 2-ның 3 дәрежесі, мынау 2-ның 2 дәрежесі, мынау 2-ның 1 дәрежесі, мынау 2-ның 0 дәрежесі. Так, бізге қайсылары керек емес болып қалды? Мынау керек емес болып қалды, алып тастай салайық. Және мынау керек емес болып қалды, алып тастай салайық. Так, енді мыналарды қосатын болсақ, 2-ның 4 дәрежесінен неше шықты? 16 шықты. 2-ның 3 дәрежесінен неше шықты? 8 шықты. Және 2-ның 1 дәрежесінен 2 шықты. Қосқан кезде 16-ға 8 қоссақ 24. Оған 2-ні қоссақ тең 26 шықты. AND мен OR осы. Егер осыларды түсініп алсаңыздар болды. Осы сабақпен тоқтайын. Қалған XOR, NOT дегендер, олар өздеріңіз түсініп алсаңыздар болады. Мен сұраған кезде AND мен OR-ды ғана сұраймын, және есептерді де осыларға қатысты берем. Жақсы, сау болыңыздар. Бүгін кешке бірден не болатын шығар? Экзамен болатын шығар.